25, 108 бет. Енді балалар, газ алмасу дегеніміз не? Тыныс алу жолдары дегеніміз не? Тыныс алу жолдарда қандай жолдар жатады? Қалай біз өкпемізде қандай химиялық элементтер болады? Соның барлығын түртіп жазып алайық. Кішкене уақыт берейік жаңа сабаққа. Газ алмасу дегеніміз не? Тыныс алу мүшелеріне қандай мүшелер жатады? Және өкпеде қандай химиялық элементтер кездеседі? Ал енді балалар жаздық болсақ, сабағымызды бастайық. Газ алмасу дегеніміз не? Кім айтады? Өкпедегі газ алмасу. Кішкене даусымыз аңғайсыз. Ауа өкпеге бронхлар арқылы енеді. Гемоглобин көмір қышқыл газын беріп оттекке қосып алады. Және газ алмасу альвеола қабырғалары, вена капиллярлары арқылы жүреді. Қан оттекпен қаныққан соң өкпеде болған ауаның құрамы өзгереді. Осылай қан өкпеде көмір қышқыл газын бөліп шығарады да оттекке қосылады. Жақсы. Енді кішкене толықтырамыз. Біз яғни газ алмасу дегеніміз тірі организм, тірі ағзалар оттегін жұтып, не қыламыз? Көмір қышқыл газын шығарады екенбіз. Бұны не деп атаймыз? Газ алмасу немесе не деп атаймыз? Тыныс алу деп атаймыз. Жақсы. Келесі, тағы да қосатын ойларыңыз бар ма? Артерия қанда оба жасушасына қарағанда өте көп. Диффузия заңы бойынша әр заттың молекуласы... Кішкене отыра тұрыңыз. Сіз бірінші біз тыныс алу мүшелерін кім таныстырады? Тыныс алу мүшелерін. Тақтаға келеміз. Бізде көріп тұрғанымыздай мұрын қуысы болып келеді. Одан кейін тыныс алу мүшелерін таныстырғаныңыз, тыныс алу мүшелері. Бірінші бізде мұрын қуысы, одан кейін міне ауыз, мынау үшіншісі көріп тұрғанымыз көмекей, одан кейін не болады? Жұтқынша. Дұрыс. Бронхы. Бронхта не болады? Өзіңіз айтып өттіңіз ғой, бронхы не үшін керек? Бронхы ауадағы өкпе газдарын қандарға бөліп қосады. Өте тамаша. Келесі, бронхлар. Бронхлар, мынау альвеола. Альвеола, міне, иә. Бұдан кейін арғы беттегі... Альвеолар не үшін керек өкпеге? Альвеолар дегеніміз қан ағындары жүргізеді. ауа көпіршіктері. Ауа көпіршіктерін айтамыз. Ол не қылады? Олар неге тасымалдайды? Қандарға не береді? Альвеолес, ауа көпіршіктері. Қабырға, өте тамаша. Эластомасл. Қабырға аралық бұлшықеттер. Эластомасл. Қабырға аралық бұлшықеттер. Масл драйвинг. Қазақша, яғни қабырға диаграммасы. Өте тамаша. Келесі. Енді термин сөздерді жазып алайық. Бірінші кішкене. Терминдер. Жазып алайық. Термин. Яғни бүгінгі өткен сабақтың
Gaz exchange. Жақсы. Газ. Келесі, желбезек. Желбезек. Гелс. Гелс. Желбезек. Отырамыз. Келесі, дем. Демді ішке алу. Inhale.